Астаналық Серікбол Шаймардан өзі тербетіп, өзі жұбататын смарт бесікті ойлап шығарды. Өнертапқыштың туындысы бесікте жатқан сәбидің дене қызуын өлшейді. Тіпті жаялыққа қойылған дымқылды сезсе, дәрет деп дыбыстық белгі береді. Ұтымды идеяның арқасында ұмытыла бастаған ұлттық мұра жаңғырды. Ғабит Бөкенбайұлы тарқатады. Бөбегіңіз тоңып қалды. Смарт бесік бала жыласа тербетеді, үй ішіндегі температура төмендеп кетсе ескертеді. Тіпті баланың көрпесі ашылса да оны хабарлайды. 12 вольттық кернеумен жұмыс істейтін қондырғы бала денсаулығына қауіпсіз. Қажетті жағдайда бесік батарея күшімен қозғалады. Айтса айтқандай, атына зат сай ақылды бесік. Бұл дәрет сезетін датчик. Бұны түбекке салып қойсаңыз, бала дәретке отырған кезде хабарлайды. Мысалы, сынап көрейік. Бөбегіңіз дәретке отырып қойды. Бесікті тербетіп, іске қосатын электронды қозғалтқыш Тайванда өндіріледі. Жиналмалы конструкция тасымалға қолайлы, әр ақшам. Қозғалтқыш пен конструкция құны 34.500 теңге. Кез келген бесікті орнатып, тоққа қоссаңыз, смарт бесік болып шыға келеді дейді автор. Бижан Шаймардан Серікболдың әпкесі. Жиені Ақзере туғанда өнертапқыш ақылды бесікті сыйлаған. Анасы бөбегін сылап сыйпап, орнын аластап, бөлеп тастап, үй шаруасына еш алаңсыз кіріседі. Оның ойынша, бесік дүниеге келген әр сәбидің ақ отау екенін ұмытпау керек. Енді маған осы смарт бесік ең ұнайтыны, біз қазіргі ұмытылып бара жатыр, әлде айту. Бұрын әжелеріміз айтқан ғой, бірақ та біз қазір айтқанын білмейміз. Осының ішінде көптеген әлдилер бар, солар енді балаға өте пайдалы. Смарт бесікке қызыққан жұрт мұхиттың ар жағынан тапсырыс беріпті. Өнертапқыш туындысын модернизацияламақ ниетте. Бұдан соң электроқұрылғы қол телефон арқылы жұмыс істемек. Оның құны 10 мен 15 мың теңге аралығында тұрақтайды. Бала ананың құрсағында жүрген кезде тербеліп, ода рефлекс қалыптасады. Туылған кезде сәбиді осы өмірге бейімдеу үшін оны міндетті түрде тербету керек. Тербету баланың миы мен оның денсаулығының қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Ал бала үшін ең қолайлы тербеліс 1,8 секундында бір период жасап тербелу екен. Смарт бесікте бұл тербеліс қарастырылған. Ғабит Бөкенбайұлы, Жасұлан Жақсай, ұлттық арна.